Оқушылар, бүгін қандай күн? Бүгін тілдер мерекесі ғой. Тіл туралы мақал-мәтелдер білеміз бе? Мен білем, унивалды қызыл тіл. Тіл жоқ жерде ұлт жоқ. Тіл жүрегіміз, ой жүрек. Тілдер мерекесі құтты болсын. Осы орайда бір сұрағымыз бар. Қазақ тілі мемлекеттік мәртебесін қай жылы алды? 91 емес па? 91 емес, 89. Ахмет Байтұрсынұлының маса жинағымен таныссыз ба? Иә, әрине Ахмет Байтұрсынұлының маса жинағымен таныспын. Онда ең басты қозғалған мәселе қоғамдық идеялар мен адамгершілік мәселелері, яғни сол кездегі, сол дәуірдегі халықты, қазақ елін білімге, өнерге, ең бастысы көзі ашық, көкірегі ояу қазақ баласын тәрбиелеуге арналған өлеңдер жинағы. Ахмет Байтұрсынов Абайды қалай бағалағанын білесіз бе? Абай Құнанбаев қазақтың басы ақыны. Көптеген ақындар Абай Құнанбаевқа өзінің бағасы берді. Соның бірі Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың басы ақыны деп оны құрметтеді. Ахмет Байтұрсынұлы қай жылдары өмір сүрді? 1872-1937. Ахмет Байтұрсынұлының ашқан ең үлкен жаңалығы қандай деп ойлайсың? Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әдебиетіне қосқан үлесі зор. Онымен қоса қазақ тілінің қазақ балдарына арнап әліпбиін шығарды. Қазақ әліпбиін шығарды. Ахмет Байтұрсынов бас редактор болған газетті атаңыз. Қазақ газеті. Ахмет Байтұрсынұлының екі шыбын мысалында адам бойындағы қандай мінез құлық жайында айтылады? Ахмет Байтұрсыновтың екі шыбын мысалында мақтаншақтық жайлы айтылады.